Ауылымыздың сонда ауызбіршілігінің татулығының белгісі шығар. Келеріміз пішен ұруға барады, менің есімде қалғаны. Сонан үйдегі Қалдыбек ағам, Рабиға апам, марқұм, сол кісілер студент. Үйде бас көтерер ешкім жоқ. Інілерім кішкентай болғасын, бір күні пішен ұруға мені алып барды. Оның мәнісін де білмеймін. Бір атауға барып шөп орғаным есімде қалды. Төлеген аға, кришасы жаңағы Ақсақ Төлеген дейтін еді ғой. Сырт Шынтемір деген баласы болды, Ержан болды. Сол кісі екі баласын ертіп барды, әкем мені ертіп апарды. Сөйтіп атауға барып пішен ұруға бардық. Қонып ертеңіне пішен ұруға кетті. Мен тамақ пісірушімін, жаңа аспапшы. Пішен ұрғандарға тамақ дайындауымшымын шайменен. Күн деген тынық тұғындым. Әкелеріміз, жаңа ағалар бәрі пішенге кетті. Мен қос дейді, жаңағы бір шиден тоққан көлеңке әйтеуір. Сол жерге барып тамақ дайындап сөйтіп жатайыншы деп көлеңкеге жатқаным ғой. Бір кезде дым жел жоқ, дым жоқ. Көйлегім бір жыбырлағандай болды. Жел дейін десем жел жоқ, не дедім жоқ. Қатты мән берген жоқпын. Қайтадан жастыққа басымды қойып жатсам, арқам жыбырлайды. Сонан атып тұрып жүгірмеймін ба? Ойбай, сонан қашып әкелеріміз көздің ұшында келе жатыр. Мені көріп олар жүгіріп бері қарай. Сөйтіп теңізге қарай қаштым. Ізімнен қуып, кімменен Шынтемірменен кім Ержан жүргіш екен. Ізімнен қуып келіп жаңа мені ұстап алды. Не болды деді. Ойбай, білмеймін, көйлегім жыбырлағандай болды етегі. Сонан қорқып кеттім ба, не бар екенін білмеймін деп жаңағы қалтырап дірілдеп қорқып. Ана кісілер ойбай, не болды? Судың перісі қағып кеткен жоқ па деп жатыр жаңағы Төлеген ағашы. Сонан жаңағы қосқа алып келіп тамақта, шайда бәрі дайын тұғын жаңағы ше. Келгенше жатайын деген ойым ғой. Бір кезде тағы жыбырлады. Сыртында тоқыма киіп алған, күн ыстық болса да. Теңізге қарай қаштым тағы да. Сонан бәрі қуды ізімнен. Сөйтіп ұстап алып келіп, сонан киімдерімді қағып жатыр жаңағы. Енді қыз бала болғасын қымсынасың ғой. Бір кезде дәу кесіртке арқамнан киіміме жабысып қалған екен ғой, жаңағы түсті. Сонан енді ана жерге келіп шай тамақтарын берейін десем қорқамын да, жаңағы тағы бір кесіртке кіріп кететін сияқты. Сондай жағдайлар болған. Түнге қарай қорқамын, мен қайыққа жатамын десем болмайды. Теңіздің ортасы, қайыққа жатуға болмайды. Балам ау деп жаңағы жұбатып, әйтеуір таңды көзімен татулығын айтамда. Бір тегеш қамырға пішен ұруға баратын адамдарға азық дайындаймыз дейді. Сонда бір көрші екінші көршіге жаңағы Құдайдың бір тегеш бауырсақ пісіруге соған көмекке шақыратындығын. Сонда дым үйбай олар пішен ұруға барады, біз соған көмектесуге барамыз деп кәдімгідей бір үлкен қызмет атқаратындай сөйтетіндығын деймін да. Бізді аналарымыз ұйымдасып, басшысы Шимбиев апамыз, сол кісі басқаратындығын, бәрі үйге жиналып алып, сол киіз басатын үйлер кезекке тұратындығын Шимбиев апа басқарып, сол киізді басатындығын қараймын. Кейбір жерлерде аяқпен басады. Ол кездегі аналарымыз киізді білекпенен басатындығын, білектері жара болып, келесі көмекке шақырған үйге жарамай сөйтіп жүретіндығын. Нені киізді әрі-бері арқамен тартатындығымыз, сондайға ғана көмектесеміз. Киізді ешқашанда аяқпен баспайтындығымыз. Өйткені ана киіздің өрнектері жылжып кетеді деген мақсатта. Теңізі деген шалқып жататындығын, теңізге суға түсетіндігіміз. Аналарымыз өзі дені саулықтары күшті ма білмеймін. Теңіздің ауасының тазалығынан жегендері балық болғасын ба, әлі күнге дейін бізде де сондай жаңағы тұзды суға шомылғасын ба, жара дегенді білмейміз. Қазір кішкентай бала үстіне кішкентай бірдеңе тиіп кетсе, сол жазылып болу қиын. Ал біздерде соған мән бермейміз әлі күнге дейін. Бұл теңіз суының кереметтігі, ауасының кереметтігі шығар. Онан кейін аналарымыз сол Абусайында құм пісі дейді. Не себепті өй деп айтатынын білмедім. Құмға түсетіндігін. Біз енді сол кезде жаңа шай дайындап, сөйтіп үйде дайындаламыз. Оның үстіне жаңа құмға түсетін жерге күннен бұрын барып шық түскен кезде барып түседі. Таңертең кешкісін үй үйіп қояды таза топырақтарды. Тал түсте ысыда барып құмды жаңа үйіп қойған топырақтың арасын ашып, сөйтіп құмға түсетіндігін. Аузына біз су тамызып отыратындығымыз. Қалың киініп, сонан кейін үйге келетіндігін. Кәдімгідей терлеп, денедегі суықтардың бәрін алады. Сондай қасиеттері болатындығын. Бәрін бастайтын, бәрі де ұялыдан басталады екен ғой өзі. Ұялыға Бекқали ағамыз апарып тас қойып еді. Ой, Қызылқұмға да қойып жатыр, Ажарға да қойып жатыр, тауыр жерлерге қойып жатыр. Картасын сызып еді, жігіттер енді картасы шығар деп отырмын енді оларда. Өлең шығарып едік, енді өлең жазып шығар, дастан поэма арнап.
Бәріне үлгі болатқан ұял екен ғой сонда. Неше түрлі мынандай нелер салып жатыр жаңағы бейне роликтер. Соның бәрі тарап, бәрін бізден алып жатыр екен ғой жалпы ұял мен Бектаудан. Бұл енді жершілдік емес, енді бұл бөлінгендік емес. Бұл мақтаныш сезім ғой, бұл мақтаныш сезім. Мақтанатындай ісіміз болса неге мақтанбайық? Ұялы деген атыңнан айналайын, ұялы атыңнан айналайын Бектау. Тіріліп жатсындар мінекей тірі. Ой, адамдардың бәрі тірілді ғой бәрі. Бәрін көріп отырмыз ғой міне сапырылысқан адамдар көшеде, магазинде жүр, дүкенде жүр, көшеде жүр, мектепте жүр, теңіздің жағасында серуендеп жүр деген сияқты болып жатыр әйтеуір. Бәрі ұялдан үлгі алып жатыр ғой, мен соны айтайын деп едім да. Ерлеріне, жерлеріне, оны дәріптеп жатқан ерлеріне көп-көп рахмет.